Сабақтың тақырыбы Қазақстан аумағында металлургияның пайда болуы. Зерттеу сұрағы Қазақстан жерінде металды өндіру ежелгі адамдардың өмірін қалай өзгертті? Бұл сабақта біз қола дәуірінің археологиялық ескерткіштерімен танысамыз, шаруашылықтағы және қоғамдағы өзгерістерді анықтаймыз. Орталық Қазақстанда тұрғын үйлер мен қоралардың қалдықтары бар қоныстар, көне кеніштер, жартастағы суреттер мен құрбан шалу орындары сияқты көптеген ескерткіштер кездеседі. Қорымдар басқа аймақтағы ескерткіштермен салыстырғанда құрылымының күрделілігі мен көрнектілігімен көзге түседі. Ертедегі шеберлер мөлшері жағынан үлкен тас қоршаулар салған. Сол кезеңде Шығыс Қазақстанымыз қала кендерін және алтын өндіретін орталықтардың бірі болды. Үй кәсіптері, қыш ыдыстарды жасау ісі дамыды. Әдетте ыдыстар шырша, тырнақ ізді ою-өрнек түрінде өрнектелді. Қанай, Малокрасноярка қоныстарынан ежелгі металл құятын шеберхана орындары табылған. Қоныстардан табылған мал сүйектері арқылы жайылымның алыс орналаспағанын білуге болады. Қоныс маңында мал бағу біртіндеп жайлауға көшуге ұласты. Мал санының көбеюі жайылымдық жерлердің кең болуын қажет етті. Бақташылар бір жайылымнан екінші жайылымға көшіп жүрген. Қола дәуіріндегі қоныстар өзендер мен көлдерге жақын орналасқан. Бұл қола дәуірі адамдарының егіншілікпен де айналысуына мүмкіндік туғызды. Олар бидай, қара бидай, тары екті. Егіншіліктің өте қарапайым түрі дамыды. Өзен жағалауларындағы жұмсақ топырақ тесемен қопсытылды. Сондықтан қола дәуіріндегі егіншілікті теселі егіншілік деп атайды. Қоныстардан қола дәуірінің егіншілікке қолданған еңбек құралдары табылды. Олар орақ, тесе, кетпен, шалғы, келі және келсаптар. Металл өндірісі шаруашылықтың тез дамуына әсер етті. Еңбек құралдары пайдалануға ыңғайлы әрі мықты болған сайын өнім өндіру артты. Кенді өндіру және оны қорыту, еңбек құралдарын жасау, малды бағу, егін егу ер адамдардың күшін талап етті. Сондықтан қола дәуірінде ерлердің ролы арта түсті. Отбасылардың жеке тұрғын үйлері болған. Қоныстардың аумағы халық санының көбейгенін көрсетеді. Табиғат жағдайының қуаңдығы мен жазда жауын шашынның аз түсуіне байланысты Қазақстан аумағын қоныстанған адамдар мал өсірумен көбірек айналысты. Олар мал жаятын жайылым іздеп жиі көшіп отырды. Еңбек өнімділігінің артуына байланысты азық-түлік көбейді. Тайпа ішіндегі кейбір адамдарда артық өнім көбейіп қор